Болмасаң да ұқсап бақ. Біз бүгін дәл осы мәтелді тура мағынасында түсініп, әлемге танымал тұлғаларға ұқсау үшін бар ақшасын жұмсап, бет-әлпетін өзгерткен жандар жайлы айтамыз. Сахарда бар. 20 жастағы болғыз кумирі Анджелина Джолиға ұқсау үшін келбетін өзгертуге батыл шешім қабылдаған сыңайлы. Әншіге ұқсау мақсатында 50-ге жуық пластикалық операция жасаған деген ақпар бар. Алайда осынша ота Сахарға қалай әсер еткенін біз білмейміз. Бірақ көпшілік оның әншіге ұқсатып жасаған образын жақтыра қоймады. Микки Джей түр келбетіне қарап шынымен Майкл Джексон екен деп қалатыныңыз анық. 3 баланың анасы Майкл Джексонға ұқсау үшін міндетті түрде ер адам болуы керек деген стереотипті жойған. Ол осы образды жасау үшін $12,000 қаражат жұмсаған көрінеді. 2 рет ринопластика істеген. Жан дүниесі ұқсамаса да түр келбеті келетінін сізде аңғарған шығарсыз. Джордан Джеймс Парк есімді жігітте сүйікті әншісі үшін бет-әлпетін өзгерткендердің бірі. Оның фанаты Ким Кардашьян. Ол визажист болып жұмыс істейді. Ким Кардашьянға ұқсау үшін $150,000 ақшасын шашқан. Мұрнын, көзін, ернін өзгерткен ол 15 рет пластикалық операция жасатыпты. Ал Леди Гаганың образын жасау үшін британдық Донна Мария Трегоның қалтасы $100,000 жұқарған. Ол кумиріне толық ұқсағанша пластикалық операция жасауды әлі де жалғастыруға дайын секілді. Өмірде танымал адам емес, мультфильм кейіпкеріне ұқсағысы келетіндер де бар екен. Мысалы, Пикси Фокс есімді әйел Роджер Қоян жайлы мультфильм жанрлы фильмдегі кейіпкерге ұқсау үшін алды қабырғасын алдыртып тастапты. Қазір оның белінің жуандығы 40 сантиметр.